Қош келдіңіздер Бауырсақ каналыма. Бүгін сіздермен лаваш дайындаймыз. Ортасына асқабақты қуырып саламыз. Кей елдерде кутабы дейді, чуду дейді, яғни лаваш дайындаймыз. Алдымен начинкасын дайындап алайық. Сұйық майға пиязымызды салып, асқабамызды үстіне салып, тұз бұрышымызды қандай приправа болсын қосып қуырып аламыз. Кеттік, енді қамырын жасайық. Ұнға жұмыртқа, тұз, разрыхлитель, зелень қостым. Дәмі ерекше болсын деп. Сосын сүтпен қамыр жасаймыз. Жасап алдық, енді бетін жауып, шамалы 10 минутқа қоя тұрамыз. Қамыр 10 минуттай демалды, енді ұн сеуіп, қамырды алып, кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Осылай домалақ етіп бөліп алдық. Енді бір бөлігін оқтаумен домалақ етіп жайып аламыз. Домалақ етіп жайып алдық. Енді қызып тұрған сковородкаға май құймай, осылай құрғақ етіп пісіріп аламыз екі жағын. Сковородкаға салып, бір жағы піскеннен кейін екінші жағын аударып, ішіне начинка салып, бүктеп, солай екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Осылай лавашты екі жағы піскеннен кейін алып, сары маймен майлап қойыңыздар. Сковородкаңыз қатты қызып жатса, майлап салуға болады лавашты, жабысып қалмау үшін. Барлық лавашты пісіріп шығамыз. Лавашымыз дайын, өте дәмді шықты. Бізге ұнады. Жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.